Бірінші сұрақ, белсенді студенттік өмір жолына қалай келдің? Мен білуімше, сен бірінші спортшысың, спортқа жақынсың. Қай спорт түрімен алсың және белсенді студенттік өмірге, жалпы белсенділік жолына қалай келдің? Спортқа енді мектеп тағыларын қадам аттағаннан бастап, бірінші класста уже әкем күреске жазды. Содан уже 11 классқа дейін 10 жыл бойы күреспен айналыстық. Потом 11 жаста сол кішкене қиындықтар болды. Күрестің қай түрі? Самбо, қазақ күресі? Дзюдо. Дзюдо. Иығыма сәл кішкене күш түсіп, содан мен спортты ұстауға тура келді. Уже содан кейін универге келдік. Университетте енді белсенділік жайлы. Бірінші курста бізде факультет қабырғасында студенттік деканат бар ғой. Сонда өзіміздің достарымызбен, группаластарымызбен сонда танысқан ол қыздармен активист болдық. Бірінші курс бойы. Политех лучше всех деп жүрдік. Екінші курсқа сол барарда жазғы уақытында Қазақстан студенттер альянсы бізде Батыс Қазақстан облыстық штабының көшбасшысы Мержан Әбілқас деген жігіт әріптесіміз. Сол жазғы уақытта шақырған болатын. Ол уақытта бізде Орал қаласында бірінші рет ұлттық 10-шы Дельфи ойындары, халықаралық Дельфи ойындары өтіп жатты. Соған волонтер болуға шақырды. Сонда АСК-да жүрген Айдар Мади деген достарым ұсынған екен. Сонда волонтер болып келдік. Сол бірінші курстың жазғы уақытынан бастап Қазақстан студенттер альянсының қатарына келдім. Содан уже студенттік өмір уже вообще басқаша болды. Себебі қалалық, облыстық, республикалық дәрежеде волонтер болып жүрдік, іс-сапарларға барып жүрдік. Жалпы студенттік өмір өте керемет өтті деп айта аламын. Себебі енді сабақты да тастаған жоқпыз. Әбетке дейін сабақта болдық, әбеттен кейін шараларға атсалыстық. Түрлі дәрежедегі сый-сияпаттарға да ие болдық. Жалпы өте керемет. Жалпы қай мектепте оқыдың өзің? Өзім 41-ші лицейде оқыдым. Осы Орал қаласында. Оралда. 41-ші лицейде 11-ші класс сонда бітірдім. 5-ші класста көшіп келген болатын. 11-ші класстан кейін военный... 5-ші класста көшіп келдің? Иә, 5-ші класс. Қайдан көшіп келдің? Ол кезде Жылаевта оқыдым, 14-ші жалпы орта білім беретін мектеп. 5-ші класстың 2-ші тоқсаннан бастап көшіп келдім. 11-ші класс 41-ші мектепте аяқтадым. Енді мұнда түскен кезде жалпы қай маманды таңдадың жоғары оқу орнына түскен кезде? Жоғары оқу орнына. Мен сол негізі 11-ші мектеп кезінде өзім әскери адам болуды армандадым. 8-ші класстан кейін шетелге тапсырдым, жоғарғы әскери институтқа түстім, бірақ отбасы жағдайларға байланысты бара алмай қалдым. Турцияда Кулили деген военный институт, сухопутных войск деген бар. Түстім, солай отбасы жағдайларға байланысты бара алмай қалдым. 9-ші класстан кейін тағы тапсырдым. Алматыда Арыстан деген сол 9-ші класстан кейін қабылдайтын сол әскери оқу орны бар, мектеп. Онда өкінішке орай түсе алмай қалдым. Сабақ бойынша балдар жетпей қалды, экзамендер бойынша. 11-ші класстан кейін тағы да бағым сынап көрдім. Петропавлда тоже военный институт бар, соған тапсырдым. Сонда барып 3 ай бойы полигонда болдық. Онда да сол 3 айдан кейін денсаулық жағдайларына байланысты давлением жоғары болып өте алмай қалдым. Келдім. Уже маған айтты, сен военный адам бола алмайсың, потому что давлениең жоғары. Денсаулығың бойынша дейсің? Иә, денсаулығың нашар. Келгенде настроение болған жоқ, уже класстарым барлығы басқа қалаларға, шетелге оқу орындарында. Мен жалғыз қалдым мұнда. Жалғыз тағы бір класстасым болды. Бізде БХМУ-да оқыған, бірақ онымен ондай қатты араласқан жоқпыз. 11-ші класста бізге келген бала ғой. Сол жалғыз қалдым мұнда, вообще көңілім болған жоқ мүлдем. Сосын Оралдан іздедім, сол погонмен жүретін бір мамандық. Шәңгір қатында бұқатуға бардым, қабылдау комиссиясында айтты. Солай бізде жол қозғалысын ұйымдастыру деген мамандық бар. Ол мамандық таңдаған адамдар 95% бізде жол инспекторлар, гаишниктер. ДПС қазіргі. ДПС. Жақсы деп соған тапсырдым. Оқу жүрдік. Ең соңында военный билет керек екен, оказывается, соған. Мен әскерге бара алмайтын болғандықтан, ол жерде тағы да
сондай нестыковка дейсің ғой. Нестыковка болып қалды. А военный кафедраның билеті? Военный кафедраға тоже алған жоқ бізде. Біздің факультетті 2 мамандықты тек қабылдады біз бірінші курсқа келгенде. Қалған мамандықтар қабылдаған жоқ. Не себепті? Себебі біздің мамандық, мен түскен ОПД мамандығы, біз екінші курсқа барғанда ол мамандықты алып тастайын деп жаттым мүлдем. Сондықтан біздерді қабылдаған жоқ. Біздер тапсыруға мүмкіндік болған жоқ бізде. 4-ші курста, сосын уже ол мамандығымнан былай айтқан неге көрмедім. Болашақ көрген жоқпын мүлдем. Себебі военный билет керек болды. Менде одан кейін армияға баратын былай айтқанда стимулда болған жоқ. Шал болып қалдың бір жағынан дейсің ғой. А ВТШ біздегі әскери техникалық мектеп? Сол 24 жастан деп отыр. ВТШ-ны сол келесі 19 жыл қаңтар айында 24-ке толамын бұйырса. Содан кейін тоже көреміз бағымсына. Неге Астанада қалған жоқсың? Қалаға келуге не себеп болды? Өйткені көбі қазір жастардың Астанаға, Алматыға, басқа қалаларға ауысып отырса. Білмедім, Орал қаласында шыны керек өзімді айтқан комфортын сезін, орысша айтқанда. Сосын Қазақстан студенттер альянсы біз Батыс Қазақстан облыстық филиалына 2016 жылы қыркүйек айында мені сайлаған болатын. Мұнда уже өзіміздің біршама жобаларымызды бастап қойдық. Соларды аяқтау керек болды. Сол үшін Оралға қайтып келдім. Бұйырса тамамдаймыз барлық жобаларды. Содан кейін өз орныма басқа адам ұсынып, басқа адам сайлап, содан кейін жалпы Алматы қаласына кететін. Жоспар бар, алып бұйырса. Жалпы ескерттің ба? Басшылықты әлде олар қазір видеодан көре ме? Видеодан біле ме? Басшылық дегенде олар бізге басшылық емес, олар біздің заказчиктарымыз ғой. Біздер жыл сайын олар бізге жобалар тендерный. Тендер дегенде бізде госсоцзаказ ғой, әлеуметтік маңызы бар тапсырыс. Біздер қалауымызша қатысамыз оған. Егер сол госсоцзаказ отқан жағдайда біздер соны орындаймыз. Орындағаннан кейін, жыл соңынан кейін біздер боспыз. Біздер исполнители, а не заказчики ғой. Әрине ескертіп кетеміз ғой енді. Ескертіп кетеміз, сол орнымызға басқа адамдар. Қазірдің өзінде уже таныстырып жатыр, көрсетіп жатыр. Дайындап жатсың? Дайындап жатыр. Бірнеше адам ба әлде бір адам ба? Нақты адам бар ма? Бірнеше адам. Өзім бұрыннан бастап дайындап отырып қой адамдарды. Бірнеше адамды қатар дайындап отырмын. Себебі біздің алдымызда, менің алдымда болған АСК-ның көшбасшыларында сондай қиын жағдайлар болып қалған. Олар бір адамды, екі адамды дайындап, олар әбден сол момент келгенде, сайлау болатын уақытта өздерінің жағдайлары бойынша, өздерінің басқа пландары бойынша кетіп қала жатқан жағдайлар болды. Сондықтан қазір бірнеше адам дайындап жатыр. Егер біреуі кетіп қалса, орнында басқа адам бар деген. Бірақ мен дайындап жатқан адамдардың барлығы мен білетін нәрсенің бәрін біледі. Қалай жасалу керек, қалай отчет барлығы тапсыру керек. Обязанности, яғни міндеттерін біледі дейсің ғой. Көшбасшының міндеттерін барлығын жақсы біледі. Көшбасшының жалақысы бар ма, әлде ол жобаға байланысты ма? Жобаға байланысты. Жалпы бізде Қазақстан студенттер альянсы ол студенттер құқығын қорғайтын организация. Соответственно, ол волонтерская организация. Біздер на добровольной основе, айтқанда жеке өзіміздің қалауымыз бойынша жұмыс істейміз. Өзіміздің бос уақытымызды осындай жобаларға арнаймыз. Ал біздің жалақыларымыз сол біздің отқан жобаларымызға байланысты. Яғни ай сайын тұрақты жалақы жоқ. Жобаның орындалып бітуіне байланысты. Жобалардың уақыты әртүрлі ғой. Бір күндік жоба болады, бір жылдық жоба болады, 3 жылдық жоба болады. Сонда көшбасшының позициясында болсаң, жастарды жалпы қазір негізі ақша қызықтырады, шыны керек. Жалақысы қандай болады? Біріншіден, банағыдай жақсы орын, көшбасшы деген атағы бар, екіншіден жалақы. В среднем, мысалы, қазір көріп отырған жастар өзіне стимул алу үшін, мотивация алу үшін, яғни мынандай жерде мемлекеттік мынандай бағытта жұмыс істеп жүріп те, осындай заказдармен жұмыс істеп жүріп те, осындай көлемде ақша табуға болады екен деген ой келу үшін қандай цифрларды айта аласың мысалға? Ол адамның өзінің потенциалына байланысты. Адамның өзінің жастар саясатында еңбектенуге деген құлшынысына байланысты. Себебі сен әрине өзіңнің мүмкіндіктерін есептейсің ғой. Мысалы бір жоба ұттың 2 миллион, 2 миллионға, 3 миллионға ұттың. Сол определенный проценті, 30%-ке дейін сенің жалақың болады сонда. Ол жалақын сен бір жылға бөлесің. Ол 30 мыңнан шығуы мүмкін, 100 мыңнан шығуы мүмкін, әртүрлі. Егер сен сондай начинающий бір молодежник болсаң,
Иә, 30%, иә, ол тек саған емес, сен қасындағы жұмысшыларыңа, сенің мамандарыңа, сенің көмекшілеріңе, орынбасарларыңа барлығына бөлінеді. Сен штатында қанша адам сонда? Мысалы, примерно есептеп отырайық, қалай бөлінеді деген сияқты. Мысалы, сенде штат жалпы әр жобаға біздер әртүрлі штат. Мысалы, бір жобада менде бір штат жұмыс істейтін адам болса, жұмыс істейтін қасымда. Бір жобаларда, мысалы, 5-6 адамнан болады. Кейбір жобаларда мен өзім болмаймын, мүлдем. Басқа өзімнің, мысалы, маманыма, соның атына, мысалы, сол жобаны жазамыз. Солай болады. Уақыт өте келе сен өзіңнің мүмкіндіктеріңді ұлғайта бастағаннан бастап, сен жобалар санын көбейтесің. Уже командың да үлкен болады. Бірнеше жоба аласың. Соответственно, жалақы да жоғары болады дейсің. Иә, жалақы да көп болады. Бізде енді жастар саясатында ол андай баюға арналған жұмыс емес. Дегенмен де. Иә. Студенттік уақытта жалпы жас кезіңде ол үлкен опыт сен үшін. Мен қазір жалақы жайлы, цифрлар жайлы ештеме айта алмаймын, айтқым да келіп қалған жоқ. Себебі бұл айтқанда не тайны емес даже, адамға байланысты. Жастар саясаты ол адам үшін үлкен мектеп. Себебі біздер уже 4-5 жыл жастар саясатында келе жатырмыз. Біршама жобаларды жыл сайын іске асырып жатырмыз. Ол жобаларды іске асыру үшін сен өзің басшы боласың, сен өзің бухгалтер боласың, сен өзің юрист боласың, сен өзің менеджер боласың. Мысалы, мен қазір бухгалтерлік мамандығым болмаса да, бірақ мен бухгалтердің барлық жұмысын жақсы білемін. Себебі біздер квартал сайын отчет тапсырамыз ғой. Сонда барлық есептерді өзіміз жасаймыз. Барлық банковские услуги бар ғой. Банковские операции барлығын өзіміз істейміз. Реестрдің барлығын өзіміз дайындаймыз. Юристтің шаруаларын. Мен қазір маған келетін юристтердің барлығын түсіне аламын. Универсальный жұмыс істей аламын дейсің ғой. Универсальный жұмыс істейсің, ол сен үшін үлкен опыт болады. Уже болашақта егер сен өзіңнің жоспарларыңды ұлғайта бастайтын болсаң, үлкен тендерларға баратын болсаң, мен айта аламын, жастар саясатына шыққан адам ешқашан сескенбейді. Яғни мықты мектеп дейсің ғой, мықты база. Өте үлкен мектеп, жақсы мектеп. Мына БКТУ қабырғасында оқып жүрген кезде, өзінің басынан өткерген активист ретінде жүрген кезде, ең есіңе түсірші деген кезде бірінші келетін оқиғаны айтшы. Қандай оқиға есіңде? Активист болып жүргенде бізде БКТУ қабырғасында первокурсник деген жыл сайын шара өтеді. Барлық факультеттер сайысқа түседі. Барлығы сол сайысқа дейін бір концерт дайындайды. Ол концерттің ішінде түрлі бағдарламасында түрлі нелер болады, моменттер. Жүргізушілерді қарайды, әншілерді, бишілерді, инструментта ойнайтындарды, көркем сөз оқитындарды. Оған толықтай первокурсниктер қатысады сонда? Первокурсниктер қатысады. Сонда мен мәнерлеу оқу сайысына қатыстым. Сондай да өнерің бар ма? Біздер істедік, сценка қойдық, жалпы спектакль қойдық. Мен сонда әке рөлін ойнадым. Енді біздер дайындық кезінде өзімізге білінбейді ғой, что қалай ол трогательный көрінетін. Первокурсник келгенде уже сайыс болып жатқанда, мен өзімнің сөзімді барлығын оқып жатқанда, көзімнен жас кетті. Соның барлығын көріп, залға қарасам, залдың барлығы жылап жатыр екен. Рөлге еніп кеткен. Рөлге еніп кеткен. Менде грим барлығы, үстімдегі киімнің барлығы соған сәйкес болды. Фон тоже, музыка. Көзімнен жас кетіп жатыр, залға қарасам, барлығы жылап жатыр. Мен болғаннан кейін давай барлығы шапалақтап. Сол сәт, жалпы егер активистік өмірде еске алатын болсам, сол сәт есімде қалды. Содан кейін стимул болды. Мен АСК қатарында болсам да, жыл сайын тырыстым сол сайысқа қатысып жүруге. Біз қатысқанда, мен және біздің команда қатысқанда әрдайым жүлделі бірінші орынды алып жүрдік. Үшінші, екінші курстарда бізде студвесна деген сайыс болады көктем кезінде. Студвеснаға сол факультеттің барлық курсының студенттері қатысады, тек қана бірінші курстар емес. Первокурсник сайысына біздер бірінші курстарды дайындадық. Біз дайындаған командалар әрдайым сол бірінші орын алып жүрді, мен есімде болуынша. Сол 4-ші курста қатысам, студвеснаға өзіміз қатысып жүрдік. Студвеснаға қатысқан сайын мен көбінесе сол әкенің рөлін ойнап жүрдім. Көбінесе әкенің рөлін. Сосын жылатып жүрдім дейсің ғой енді. Иә, жылатып жүрдік, ол жасырын емес. Бір рет қана сол әскери адамның рөлін ойнадым. Онда да өзім есептеймін, что жақсы ойнадым деп. Мен мүлдем ойлаған жоқпын, біздерге бірінші орын береді деп. Соған қарағанда өте жақсы ойнаған болып тұр ғой, әскери адамды да.
соғыста біздер сценкада соғыс атыстың барлығын көрсеттік. Жақсы шыққан, сонда да біздер бірінші орын алдық. Сол основном әкенің рөлін ойнап жүрдік. Содан кейін шығар мені достарым көбі сол университет қабырғасында танысқан. Бірінші курстан кейін барлығы батя деп кетті. Қазіргі таңға дейін оқу орнын бітіргендерде, әлі оқу жүргендерде көпшілігі батя деп атап кетті. Сонда мүмкін сен тұрақты сахнада жүрсең, мүмкін актерлыққа кетіп қалуың? Мені Островскийға шақырды, нелерге, спектакльдерге ойнауға. Бардық, кейбіреулеріне өтпей қалып жүрді, кейбіреулеріне өттік. Ойнап жүрген сәттерде де болды. Жалпы насыщенный болды дейсің ғой? Жақсы, студент өмірге мен мүлдем не жалуюсь. Ризамын деші? Ризамын, иә. Студенттік кезде енді қанша қалада болып үлгердің? Қанша қалаларға бардың? Студенттік кезде мен Қазақстанның барлық қаласы демей-ақ қояйын, бірақ основной барлық қалаларында болып шықтым. Ең алғашқы сапарым 2-ші курста Ақтау қаласына слет активистікқа бардық біздер. Содан кейін уже кетті. Жыл сайын 5-6 қалада кем дегенде болып жүрдік. Астанада даже кейбір жылдары ай сайын, 2 ай сайын болып жүрдік. Қазақстан бойынша достар, таныстар өте көп. Қазір егер қыдырып болсын, іс сапарға болсын барып жатсақ, сол жақтағы таныстар барлығы міндетті түрде қарсы алып жүреді, қонақ қылып жүреді. Онда барған қалалар көп болса, бармаған неше қала бар? Есептеп айтып бере аласың ба? Бармағандар Жезқазған, Талдықорғандарды білмеймін, есепке аламыз ба біздер. Ол қалаларға барған жоқпын. Жезқазған, Талдықорған. Үлкен қалалардың ауа райынан айтатын қалаларға дейін. Сол Жезқазған мен Талдықорғанға бармаған шығармын. Басқаның барлығына барып шықтым. Қалған барлығында. Яғни облыс орталықтарының барлығында дерлік болдың. Барлығына барып шықтым. Күреспен айналысқан кезінде, дзюдомен айналысқан кезінде 10 жыл дзюдомен айналыстың. 10 жыл деп может өтірік айтып жүрген шығар. Кейбір моменттер тастап кетіп жүрген кездер. Сабақпен дейсің ғой енді ондай болады. Жоқ, түсінікті. Жалпы ол кезде қандай, жалпы не әсер етті біріншіден дзюдоға келуге? Бірінші классқа келгенде әкем сол 14-ші мектепте дзюдоға жазды. Ол кезде бізде дзюдоны жүргізіп жүрген адам директор болды оқу орнының. Мектеп директоры? Мектеп директоры оқу орнының бізге дзюдодан істеп жүрді. Үйірмен жүргізіп жүрді. Сол кісі көп әсер етті. Себебі менен көрді, менен бірдеңе шығатын. Маған көп көңіл бөлді. Жақсы дайындап жүрді. Мұғалімдерге де не істеп жүрді, айтып жүрді, маған не істеңдер дұрыстап, қолдандар деп. Мектеп кезінде сабақты жақсы оқыдым. Содан кейін детсад бар ғой, район. 32-ші мектепте бауырым Ерсұлтан деген оқиды. Сол шақырды өзіне 32-ші мектепке. Анда уже уровень басқаша. Тек қазақтар емес, орыста бар, армяндар да, басқа ұлттар барлығы. Смешанный емес. Смешанный. Сонда адамдардың нелерін спортқа деген қызығушылығын өте ұнатты. Үлкен жігіттер, ересек адамдар күн сайын уақытын спортқа арнайды. Адамдар кім айтып отырады, дзюдоға келгенде, дзюдоға келмей алсақ болды, кешіміз вообще кеш болмайды дейді. Адамдар келіп бір кругқа жиналып, ересек, үлкен адамдар күрес жайлы, спорт жайлы айтып отырады ғой, көздеріне жас алып. Сонда мен өзіме де үлкен мотивация алдым. Әрине, телевизордан көріп жүрдік қой түрлі чемпионаттарды. Сонда жеңген адамдардың барлықтарының нелерін көріп мотивация алып жүрдік. Керемет болды. Мен өзім ойладым негізі болашақта күреске уақыт арнаймын деп. Бірақ сол в основном сабаққа байланысты спорт тастауға тура келді. Сабаққа байланысты. Бана травма иығынан қалай алдың? Сол 32-ші мектепте сол Ерсұлтанмен бірге тренировка жасап жүргенде бір не келді. Жаңадан бір бала. Тренер айтты, мына баламен кішкене жаттықтырып, қарай қойшы деп. Жақсы, мен сол где-то 10-ші, 11-ші класс шығар қатес. 11-ші класс, 10-ші класстың жазы даже. Сол баланы шақырам, көрсетіп атын приемдардан. И тренер айтады, сен давай спаррингке шық қолмен. Жақсы. Мен енді анжеде, мұны айтқанда көп күш жұмсайын деп тұрған жоқпын оған. Себебі жаңадан келген бала, көп нәрсені білмейді.
Оның весі менімен сәйкес келіп тұр. Жақсы күші көп көрініп тұр ол бала. Мен тек жақындай бастағанда кіріп кетіп, астымнан көтеріп алып, иығыммен жерге лақтырады. Бізде қолынан ұстап қалу керек қой. Қолым ұстамайды, тек иығыммен лақтырады. Сол иығыммен жерге тигенде иығым сәл қозғалып кеткен екен. Трамплинге барғанда айтты, сол иығым шығып кеткен деп. Қазірдің өзінде ақаулығы бар. Себебі сол кезде дұрыс тұрмаған. Қазір біздер тренировкалар бағып жүреміз, фитнес-центр бірдеңе. Жим көтергенде, ауыр көтергенде барлығы қазір сезіледі. Бұл иығым уже ауыр, спорттың ауыр түріне келмейді қазір. Демалып жүресің, оң қолмен жұмыс істейін дейсің ғой. Енді қиын бар. Мектеп кезінде спортқа жақын балалар төбелеске де жақындайды. Қалай болды ол жағымен? Енді қазір 15 емеспіз, айта аламыз ғой. Енді мектеп кезінде ол керек болғанда шығар. Себебі тек қана біздер сабақпен болған жоқпыз, біздің достарымызбен түрлі сондай разборкаларда ыңғайсыз жағдайларға тап болып жүрдік біршама. Мен қазір біздің сол істеген әрекеттеріміздің барлығы қағазға жазылғандарын айтайын тек. Болды, басқа райондағы балдар, басқа район балдармен міндет кез келген бала. Бәрінің басынан өтетін нәрсе ғой. Мен әрдайым ең бірінші сөйлеп жүретін мен болдым. Сөйлеп шығатын мен болдым, сол басында барлығын бастайтын өзім болдым. Қазір класстастарым барлығы қарайды ғой, олар да жасырмайды. Әрдайым басында сөйлеп мен шығатын. Мен шыны керек әрдайым тек жақсылыққа тартып жүрдім. Тек қана осы бір момент жақсы мирно шешіп тастасақ екен барлық деп. Бірақ енді адамдар әртүрлі. Реакция әртүрлі. Реакция әртүрлі. Сен сөзін тыңдағылар келетін де бар, вообще тыңдағылар келмейтін де бар. Тек қана қазір төбелесіп қырылысып кететін. Болды, төбелесіп ол жасырын емес. Көп болды. Жарайды, енді спортта жеткен қандай жетістіктерің бар? Спортта біз тек күрес емес, біз басқа да спорттармен айналысып жүрдік. Футболмен, гандбол ойнадық біздер. Күреспен мектеп кезінде сол біздің қалалық облыстық чемпионаттарға қатысып жүрдім. Жақсы жүлделі орындарым бар, медальдарым, грамоталарым барлығы бар. Сол гандболға қатыстық біздер. Тоже басқа чемпионаттарға қатысып, үздік ойыншыны алдым, мысалы гандболдан. Қай жыл екен, қай класс екен есімде емес. Волейбол бойынша біздер тоже сайысқа қатысып жүрдік, басқа мектептерге барып ойнап жүрдік. Кстати, сол сайыстардан кейін тоже осы төбелестер болып жүрді. Жүлделі орындар алып жүрдім басынан. 44-ші мектепте грек-римға қатыстым. Ол кезде Данияр деген жігіт тренеріміз болды. Тоже менен потенциал көрді, жақсы дайындап жүрді, сайыстарға апарып жүрді. Әрдайым өзімнің весім бойынша бірінші орын алып жүрдім. Мен уже 5-ші класстан бастап весін өзімнің жасыма қарағанда жасыма сай болған жоқ. Үлкен болды. 5-ші класста мен уже 64 килограмм болдым. Жас жоғары. Менің сыныптастарым 40-45 килограммдар. Жас жоғары әрдайым. 10-11-ші класс, кейбіреулер университетте оқитындар. Солармен күресіп жүрдім. Әрдайым ұтылып жүрдім. Ұтылғаным есімде емес, шыны керек. Мақтанғаным емес. Ұтылғаным есімде емес. Тұрақты сұрағымыз Айдарымыздың. Өнерге жақынсың ба? Өнерге дегенде, мен қай өнердің қай саласына? Жалпы өнер. Жалпы, мен мәнерлеп жақсы оқимын. Енді актерлық банағын түсіндік, актерлық қабілеттерім жақсы. Өлең айтуға даусым келмейді. Домбыра ойнай алмаймын. Гитараны сол университетке келгенде бастап үйрендік. Қазір гитараны жақсы ойнаймын деп айта аламын. Басқа білмеймін, фортепиано. Телефонда қазір плейлист ашып қарайтын болсақ, алғашқы 10 әнші кімнің әндері? Плейлистті iTunes-тағы уақытым бітіп қалды, қазір плейлист жоқ. Ашығын айтайын деші? Ашығын айтайын. Енді ВК-да ашып қарасаңыз, в основном мен джазға көп көңіл бөлетін шығармын. Қазір радио көп тыңдайтын болған, жасымыз ондай үлкен емес, бірақ радиодағы өлеңдерді көп тыңдаймын. Тенгри FM-да мысалы өте керемет машинада отырып тыңдайтын жақсы өлеңдер бар. Солар тыңдаймын. Қазір ВК-да плейлист ашып қарасаңыз, оның ішінде в основном Фрэнк Синатра. Классика. Классикаға жақын. Сол университет бітірген кезде
пианиномен ойналатын классикаларға көп көңіл бөлдім. Әрине барлық нелерді совмещать етеміз. Әртүрлі. Жалпы меломанмын дейсің. Иә, рэп бар. Қазақша өлеңдерді мен тыңдаймын деп айта алмаймын. Көп ұнатқаным емес енді әрине. Бірақ бар шығар, бір-екі ән болсын бар ғой плейлистте. Әрине, қазіргі жақсы орындаушылар бар. Мысалы? Ат жөндерін ұмытып қалдым. Қандай әндер, примерно? Атталарын айтсаң? Ойлансам ұзаққа кетіп қалатын. Жарайды. Енді, Алматыға жоспарларың үлкен. Біріншіден сәттілік тілейміз, екіншіден жақсы хабарлар күтеміз. Осыншама тығыз уақытта, жексенбі күні әсіресе уақытыңды бөліп біздің бағдарламаға келгеніңе үлкен рахмет. Жақсы жаңалықтармен тағы бір шығарылымда болашақта сені күтеміз. Әрине, рахмет.